Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақша FIFA каналы. Бүгінгі видеода біз екі футболист ойыншыларға обзор жасайтын боламыз. Олардың бірі Винисиус Junior, білесіздер оны, және алдыңғы пактан түскен бір ойыншыға, нидерландық ойыншы, 94-93, аты басқаша, тіл келмейді оның атына. Достар, сіздер анаға жазып лайк басып кетіңіздер, қолдау күтеміз достар. Сіздерге бір сұрақ достар, веб-камерамен, в общем, видеоны веб-камерамен түсірейін ба, қайтесіздер, соны ойларыңызға жазып кетіңіздер. Менің составымдағы мынау екі ойыншы, біріншісі Винисиус Junior, ал екіншісі в общем, осы атын бір түрлі айта алмаймын оның аты қиын айту. Міне қазір неге дивизионға кіреміз. Дивизионның активный матч. Енді матчқа кеттік. Білесіздер, мен эмеудамын. Жақында бұның логотипін ауыстырамын. Ливерпульға өтемін деп жатырмын. Мынау біздің состав. Кепа алдыңғы жол 78, 73 ма сондай да, оны көтеріп тастадым мен. В общем, бір азға дейін көтердім. Сол біздің енді матч басталды қазір достар. Астана Арена осындай болса, пақ шеркін дейсің ғой. Ал ендеше ойын басталды. Бірінші біз Вильяраға бердік. Парада Крузович, Крузов, бір бәле, атын білмеймін. Неге қауіпті сәт Винисиуске астырған пас болатын. Терештегінде доп. Алдыға Вильяра қайттан неге Бавариялық ойыншыларға беріп қойдық. Олар Мендес Рибичке Боаға берді. Бізде оны алып қойдық Родримен. Родри алдыға асырды. Бұл допқа бірінші жеткен Саса алдыға асырды. Романдидан алып қойды Родри алдыға асыр жерді. Тағы да мінекей Роберто Ферминьоға асырған доп. Терештегінің орнауында бұл сейф. Қауіпті сәт. Гол тығу керек еді. Қақпа маңдай шайысына тиіп қалып, қайттан өзімізге қайтқанда гол еді. Анау Терештегінің орны қайтаратын еді, бірақ та аутқа шығып кетті. Бавариялықтар аутқа шығар жерді допты. Давеске бердім. Давес Вилара алдыға Винисиус Junior алдыға асырды. Бұл допқа жете ала ма Роберто Ферминьо жете алмай қалды. Ферминьо шалбау үшін пачасын шығарды. Ферминьо қуады екен. Терештеген доппен алдыға асырды. Бұған бірінші жеткен біздің ойыншылар Рибич болғандай. Содан Родри алдыға асыр жерді. Крузович айтпашты достар, сетім дұрыс шықпай жатса кешіріңіздер, өйткені менде қазір сетім жаман қуат. Бірінші гол. Бірінші гол емес екен. Ферминьоның орнына кімді ауыстырайықшы? Білмеймін атын, осыны ауыстырайықшы. Адайым шығар жерді айтпес анау. Морена ауыстырдық біз. Моренаға асырылған доп. О допқа бірінші бавариялықтар жетті. Хендерсонда доп. Хендерсон Баракқа берді. Түркиялық па пайды сондай. Түркиялық ойыншы Барак деген. Хендерсонда доп. Хендерсоннан доп тағып қойды. Родри Винисиусқа берді. Винисиус алдыға асырды. Оған Морена
Гомеске берді, Гомес Моренаға берді, Морена Винисиусқа берді, Винисиус бұлдаққа жете алмай қалды. Өкінішке орай Винисиус Juniorға қайтадан асырылуға пас. Винисиус Juniorға Моренаға берді, Моренаның добын бұрыштамаға шығар жерді. Бұрыштамаға шығып кетті, қарсылас ойыншыларына тиіп. Мен общем бұндайлар көп ойнай бермеймін мен достар. Көбінесе мен басқа ойындарды ойнаймын, FIFA мобайлдардан аз видео шығарып тұрамын, сол себептен қауіп сәт болды, бірақ та біздің ойыншылар бұны пайдалана алмады. В общем, ойын осылайша өтіп жатыр. Тереш деген алдыға асырылған пас сияқты шығарды, бірақ оны Мендеске берді. Мендес Рибик па, короче, сондайға берді. Парада оған қарсы, қазір көріп гол тықтырып қоймасақ болды. Молодец. Достар, айтпашты Кепаның сейфтарын көріп білгіңіз келе ма? Мен осы Кепаға не обзор жасаймын ба қайтейін достар, соған ойларыңызды жазып кетіңіздер осы спестен. Кейін тағы ойларыңызды жаза беріңіздер. Қазір вообще моменті бітті бұның да. Көрді бірінші сейф вообще. Ойларыңызды жазып комментарияға барлығын жазып кете беріңіздер. Мен сіздердің нелеріңізді оқимын. Мынау бәңгілік біздің не статистика. Мынау біздің составтағы ойыншылар. Шығар екшен 85-тегі. Неге дым түсінбедім осыны шығарсай. 90-ға түсіріпсек. Осым шайылдың енгілі. Бавариялықтар ойынға бастады. Бірден артық айтырды. Қандай аты? Парада Родриға берді. Родри алға асырды. Бұл бірінші гол болу керек еді, бірақ та бола алмай қалды. Комментатор болып отырған рахат негізінде. Шалды Мендес Болаға берді. Бола не қылма, басылып кетті. Кешіңіздер. Крузевич ойыншы Родриға берді. Родри алдыға асырды. Және Моренаға берді. Морена бұны гол. Моренаның орындауындағы алғашқы 58-ші минутта гол. Неге осылайша 58-ші минутта Морена Гранат Морена короче. Сондай. Дәліз бізден гол тықты 58-ші минутында айтқанымдай 58-ші минутында гол тықты. Пайды бұны қазір Морена қайттан өзінің несіне тактикасына кірісті. Енді Левандовский бар екен, бавариялық негізгі ойыншысы Баварияның. Бұл жерде қандай не болды бұзылды? Ереже бұзылды, соны түсінбедік. Ромари Левандовский асырды. Кепаның орындауындағы сейф. Көрсек достар, Кепа мықты тұрады. Менде қаншалық мықтылар 80-нен көбілер бар. Осы Кепа нормально тұрып береді. Көбінесе мен Кепаны анандай салар не бар ғой, содан түсіріп алғам Кепаны негізі. Асырды кетті. Осыны кімдікі ғой, Ювентустық Делик Крезевич. Гол Крезевич. Осылайша ассист болып кетті, қалай ғой. 14-ші номердегі футболистіміз бізден гол тықты. Айтпаштай достар, сіздерге сұрақ, қандай нені ауыстырайын несін? Эмблемасын қандай ауыстырайын? Қай команданың несіне қойын? Соны ойларыңызды жазып кетіңіздер достар. Осы жерде қазір қараңыздар, штраф бұзылады білеміз ғой.
Qanday штраф anov ayağını basıp ötsek de штраф ала beradi. Quvvat negizinde quvvatlar var dostlar. Timber aldı qasırda. Gomez artqa berişirdi. Dopta özümüz ustap qaldık. Klozovic, Moreno, Vinicius'a berdi. Vinicius o'zi aldı. Katta endi shu gol yema. Ko'rsizlarmi do'stlar? Qopti sat bo'ldi. Qopti satlarning biri. Qopti satlarning biri bu. Ko'rsizlar. Shamantiqda Alston edi. Anlarsa jahannamimiz qarang'idir go'sp. Повтор. И bueno. Vinicius. Ter Stegen bu ne qilmadi, qaytara olmadi. Осылайша 3-0. 66-minutunda. Esepti esilib ketdik. Vinicius'un жүгіретін добет бұл. Бұл дарар енді комментатор болмай қойсақ болады. Екіншіміз бір голдан елленіп алды. Пайда осы голдан бітеді алмайшымыз. Ескен шатасып кеттім менің өзімде. Dostlar ne қалай ойлайсыздар? Веб-каммен түсірем ба әлде түсірмей қойсам ба соны ойларыңызды жазып кетіңіздер. Ана жазыла беріңіздер достар. Жақында 100-200-ге жетсек стрим болып қалуы мүмкін достар. Соның себептен сіздер әбден жазыла беріңіздер. FIFA Mobile'дан стрим, если пестем стрим болады. Сол видеоларымызға лайк басып кетіңіздер, активный болып отыра беріңіздер. Не алса кейінгі видеоларда біз тағы басқа нелерден көрсететін боламыз, футболистерден. Заряд мотиватор. Осылайша бүгінгі матчымыз бітті. Апсай деген қоймай. Үш бітті анау. 93 минут болды. Алды қастырсақ болды біз. Бара қазір голдыға мекен көрейікші. Көрдіңіздер ме біздің нелерімізді? Осылайша осы бүгінгі матч бітті. Ендеше достар, сіздерге қалай ойлайсыздар? Біздің статистика. Достар, не аламыз енді сіздерге сұрақ. Анаға жазылып кете беріңіздер, қолдап жүре беріңіздер достар. Әрқашан қолдап күтемін. Достар, не қылса стрим болуы мүмкін. Сіздер үшін біздің анаға әбден жазыла беріңіздер, тоқтамай жазыла беріңіздер. Достарыңызға тарқатып бөлісе беріңіздер достар. Осы неге біздің команданың 2 жұлдызы бүгінгі. Осы күнді ауыстыру керек қазір. Ферминьоның орнына басқаны қоямыз, сөйтіп сәл болсын нормально қылады. Осы екеуі. В общем, достар, сіздер қалай ойлайсыздар командаға? В общем, келесінде қандай видео шығарайын, соны ойларыңызды жазып кетіңіздер достар. Тағы да не қылайын? Коммент түсіремін, соны жазып кете беріңіздер достар. Мен сіздердің комментарияларыңызды оқимын. Ответ қайтарып отыратын боламын. Сау, аман, есен болайық достар, кездескенше.